Сәлеметсіздер ме, құрметті көпшілік. Бүгінгі сіздерге ұсынып отырған тақырыбым Бұхар жырау Қалқаманұлы жайлы. Осыдан бір жыл бұрынғы сіздерге ұсынған тақырыптарымның әңгімелердің ішінде болған болу керек, бірақ сонда да бүгін тағы қайталап отырмын. Себебі Бұхар жырау жайлы өте көп деректер бар. Бұхар жыраудан қалған Бұхар жырау айтыпты деген өте көп мағыналы әңгімелері бар. Солардың кейбіреулерін сіздерге ұсынсам. Бұхар жырау Қалқаманұлы 1685 жылы ел аңызында айтыла беретін Жеделбайсын жерінде, қазіргі Өзбекстанның Бұхар шаһары маңындағы Елібай ауылында дүниеге келген. 92-ге қараған жасында 1777 жылы Баянауылдағы Далба тауының баурайында дүниеден қайтқан. Бұл деректі Қайым Мұхамедханұлының Қазақ әдебиеті газетінде жарияланған мақаласынан келтіріп отырмыз деп жазылған. Ол газет 1993 жылы шыққан екен. Бұған дейін Бұхар жыраудың туған, өлген жылы, қай жерде дүниеге келіп ғұмыр кешкені тарихи әдеби басылымдарда әртүрлі жазылып келген екен. Мұхамедханұлының бұрынғы соңғы мәліметтерінің бәрін салыстыра отырып, Саққұлақ бидің Ералы деген баласы жазып қалдырған естелікпен Бұхар жыраудың замандасы Үмбетей жыраудың толғауын негіз етіп алынған екен. Біз де осы мәліметтерге сүйендік деп жазылған екен. Бұхар бабаның шыққан тегі қазақ шежіресі бойынша арғын ішінде сүйіндік, одан қаржас, қаржастан алтын торы, одан артық, жолымбет, мәмбет, келімбет аталары тарайды екен. Жолымбеттен Қалқаман, Назар, Қойсары, Ырысымбет тараған екен. Ал Қалқаманнан Бұхар туады. Қалқаман кезінде Тәуке ханның 90 мың қолын басқарған айтулы батыр болған екен. Қалқаман өзінің ағайын туыстары Әнет баба, Едіге, Тәуке хан, Есім ханның болғанда еңсегей бойлы ер есімді екен. Және одан кейінгі хандармен қызметтес болған екен дейді. Осылайша қысқаша деректер Бұхар жыраудың өзі жайлы. Енді сол кісінің тапқырлығы, шешендігінен бір-екі әңгіме. Бұхар жыраудың Абылай ханмен бірге жүріп, соның қасында ақылшысы болған замандары жазылған болу керек. Бір жолы атақты Абылай хан өзінің батыр билерін жинап алып, Россия патшалығының қазақ еліне қарсы басқыншылық әрекетіне тойтарыс беруді ойластырады. Ар айтып, бер айтып келіп, ақырында орыспенен соғысамыз деген шешімге келеді. Бұған ханның беделді бас биі Бұхар жырау қарсы шығады. Осы арада айтыс, тартыс, ерегіс басталып кетеді. Бұхар би қазақ сарбаздарының соғыс қаруымен жасақталған орыс әскерінің тегеурінді шабуылына төтеп бере алмайтынын дәлелдеп бағады. Халық набыт болады, жерімізден, елімізден айырылып қаламыз, тілімді алыңдар, орыспен соғыспайық, оған айла, тәсіл қолданайық деген ақыл береді. Айбатты Абылай хан Бұхардың бұл ақылына да көне қоймайды. Ал Бөгенбай батыр болса, соғысамыз деп отырып алады. Сонда ашу ыза үстінде жасы 90-нан асқан бияға Бұхар жырау Абылай ханға мына бір кесімді билігін айтыпты делінеді. Ал тілімді алмасаң, әй Абылай, сен мен көргенде Тұрымтайдай ұлы едің, Түркістанда жүредің, Әбілмәмбет патшаға қызметкер болып тұр едің, қалтақтап жүріп күнелтіп, үйсін Төле бидің түйесін баққан құл едің. Сен 20 жасқа жеткен соң, алтын тұғыр үстінде ақсұңқар құстай түледің, дәулет құсты қонды басыңа, қыдыр келді қасыңа, бақ үйіне түнедің, алыстан тоят тіледің, қылышыңды тасқа біледің, алмаған жауын қоймадың, алған сайын тоймадың, несібеңді жаттан тіледің. Абылай-ау, Абылай,
момынға келіп бек болдың, атаңды білмес құл едің, атаңның тегін сұрасаң арқар ұранды жат едің, қай жеріңде төредің. Арсы менен құзарда жалаң аяқ жар кесіп, бос тоқыған сарт едің, шешеңді және сұрасаң қайда алтынның бу едің. Оны да мен білушем, түрікпеннің төрінде қашып жүріп күнелткен қара күң еді. Жұлдызың туда оңыңнан, жан біткен еріп соңыңнан, 10 сан алаш баласын аузыңа құдай қаратып, жусатып тағы өргізіп, жұмсап бір тұрсын қолыңнан. Ақтан болды-ау күніңіз, арсы менен күрсіге дауда таласты үніңіз. Өзің болған күніңде бір көшке симайды, азаткерде құлыңыз. Ашуланба Абылай, ашулансаң Абылай, көтерермін, көнермін, көтеріп қазға салармын. Өкінгенмен қабынба, өтіңменен жарылма, орыспенен соғысып, басына мұнша көтерген жұртыңа жаулық сағынба. Күніңде мендей жырлайтын 93-те қария енді саған табылмас, деп бетіне айтып тастаған екен. Осы толғауға қарасақ, Абылайдың қайдан шыққанын, шешесінің кім қаяқтан шыққанын бетіне басып қатты айтып тастаған екен. Ел аузындағы тағы бір әңгіме Абылай ханның түсі жайлы екен. Оны Бұхарға жорытыпты деген аңыз бар. Осы түсте Абылайдың бүкіл қазақ даласына хан сайланатыны, оның күрес жолдары, үрім бұтағы, яғни бар өмірі баян етілген. Сондағы Бұхардың түс жоруы былай екен. Түнде түс көрдім, дейді Абылай. Табытта жатыр екенмін. Басыма ілінген 300-дің жалауын 3 тобыр жұрт жұлып әкеткелі тұр. Табытымның бір бүйірінде арыстан, екінші бүйір